Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызда одан әрі мен студия мейманының сұхбатымен жалғастыратын боламыз. Дәл қазір біздің студиямызда қонақта жүректен жүрекке Ақтөбе еріктілер тобының мүшесі Әлішер Садық. Қош келдің, Әлішер. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Бәрекелді. Енді жалпы алдымен осы Атырау өңіріне келіп қалғандағы мақсатыңыз туралы айтып өтсеңіз. Қандай мақсатпен келіп қалдыңыздар? Атырау өңіріне жалпы осы Атырау қаласына келген бірінші рет емес. Бұған дейін де осы Атырау жастарымен тығыз байланыстамыз. Өздеріңізге мәлім, осы білетін жүректен жүрекке деген Атырауда үлкен бір ерекше топ болған, қозғалыс болған кезде Қазақстан бойынша жұмыс жасаған. Енді сол 5,5 жылдан бері осы Атырау жастарымен сол жүректен жүрекке еріктілер тобымен тығыз байланыста болып, осында келіп тәжірибе алмасып деген сияқты үлкен жұмыстар атқарған болатынбыз. Енді біз жаңа осы үлкен бір жоба бастаған болатынбыз. Негізі волонтерлар мен журналистер арасында бір байланысты нығайту, осы еріктілердің жасап жатқан жұмыстарын бұқаралық ақпарат құралдарына қалай шығару керек, қалай көрсету керек деген сияқты, елге таныстыру керек деген сияқты сондай мақсатта үлкен бір жобамен келген болатынбыз. Кеше осы Ақтөбе қаласында бірінші семинарымыз өтті. Енді Атырау қаласында өтіп жатыр семинарымыз. Бәрекелді, берекелі болсын дейміз. Енді карантин уақыты болып қалып, көпшілік енді үй жайында жұмыс жасап жатыр, онлайн деген сияқты. Соған қарамастан өзіңіз де білесіз, енді еріктілердің жұмысы қашанда қызу, қоғаммен байланыс үстінде қалай жүріп жатыр осы? Жалпы енді Ақтөбе облысы бойынша айтайын, өзіміздің өңіріміз бойынша енді волонтерлық штаб құрылған болатын. Осы карантин режимі төтенше жағдай енгізілгеннен кейін біздің Ақтөбе өңірінде солның енді тек қана біздің топ емес, басқа да осы белсенді еріктілер, белсенді жастар бірігіп, ұйымдасып, ұжымдасып сол бір үлкен істің басын бастаған болатынбыз. Дегенмен енді өзіміздің бұрыннан келатқан енді 5,5 жылдан асты жұмыс жасап жатқанымызға. Сол уақытта өзіміздің жаңа көмектесетін отбасылар бар. Енді карантин кімге болса да қиын болған жоқ. Енді жаңағыдай қызметінен босап қалды, жұмыс қысқарып қалды деген сияқты. Сондықтан өзіміз жаңа Инстаграм әлеуметтік парақшамызға немесе жеке телефонымызға көмек сұраушылардың қатары көбейді, бізге телефон соғып. Сондықтан да біз өзіміз шешім қабылдап, енді жаңа оларға көмектесу үшін бұрынғыдай қайырымдылық концерт болмаса, қайырымдылық турнир болмаса, акция жасай алмаймыз. Сондықтан да біз осы әлеуметтік желі арқылы қор жинаған болатынбыз. Осы карантин режимінде 2 миллионға жуық қаражат жиналып, өзіміз топ волонтерлық штабтан бөлек сол 150-ден аса бір жаңағыдай мұқтаж деген отбасылар таңдап алып, соларға тарату жұмыстарын жүргіздік. Онан кейін осы карантин кезінде өздеріңіз білесіздер, оңтүстіктегі ағайындардың басына күн туып, үлкен бір апат жағдай болып, сол кезде де осы жүк көлігімен айналысатын осы біздің Ақтөбедегі жаңағы аға бауырларымызбен бірігіп азық-түлік жинау жұмыстарын жүргізіп, сол Мақтааралға дейін барып, табыстап, өзіміздің тобымыздан атынан бір кәде шығарып, сондай бір жұмыстармен атқарып жатырмыз. Мүмкіндігінше қол ұшымызды созып, енді жаңағыдай онлайн деп үйден қалып жатқан жоқпыз, қызметте әрқашан. Оғанмен біргесіз, бәрекелді. Енді еріктілікпен қатар осы журналист салада да қызмет жасап жатқаныңызды білеміз. Жалпы мына журналистердің кәсіби мерекесі қарсаңында қандай тілек айтасыз, не айтасыз? Журналистерге енді бірінші билік иелері ғой, сондықтан да журналистердің істеріне сәттілік тілеймін. Осы әрқашан халыққа берер, айтар ақпараттары көп бола берсін. Осындай тұшымды, тұжырымды, үлкен рухани сұхбаттарыңыз мол болсын, көп болсын дейміз. Отбасыларыңызға, жанұяларыңызға үлкен бір табыс тілейміз, жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілейміз, сәттілік тілейміз. Бәрекелді, көп рахмет. Енді биыл сонымен қатар еріктілер жылы. Еріктілер жылында да көптеген жұмыстар жасалып жатыр ғой. Дегенмен осы көбінесе еріктілерді жастардың арасынан көріп қалып жатамыз. Енді аға буын өкілдерінен жалпы осы еріктілер жылында оларды қатарға қосу, еріктілердің қатарына деген сияқты жалпы жобалар сондай бар ма? Сіздердің тараптан. Жалпы енді еріктілік енді жаңағы біреудің жасына, дініне, ұлтына, жынысына қарамайды ғой. Негізі бір адамның көмектесем деген ниеті болса, бір пәрмені болса, ауқар болса, кез келген адам, кез келген жастағы адам көмектесе алады. Енді біздің топтың құрамында енді басында 17 ерікті топ құрылған болатынбыз. Қазір 130-дан астам ерікті бар. Сол 5,5 жылдың ішінде 300-ге жуық еріктілер біздің мектебімізден өтті. Енді тек қана жастар емес, біз енді көп бөлігі студенттер, бірақ дегенмен де
үлкен егде жастағы кісілерді осы бізбен бірге атсалысып қол біріктіріп сондай бір қайырымдылық шараларында жұмыстарда үлкен қызметтер атқарып жатыр. Енді біз бұл жерден қоғамды оятуымыз керек деп ойлаймын. Ең бірінші әлдеқайда енді еңсесін көтеріп келе жатқан сала ғой, еріктілік саласы. Сондықтан да әлде де осы тек қана жастар емес, осы егде жастағы үлкен кісілерімізде осы әлі де волонтерлықпен айналысып, еріктілікпен айналысып, өзінің қоғамға қол ұшын созады деп ойдамын. Енді бұнда егде жастағы адамдар жоқ деп айта алмаймыз. Дегенмен әлемдік тәжірибені қарасақ, жалпы үлкен адамдардың басым көпшілігі еріктілердің қатарында болады екен. Осындай, енді еріктілік қызметтің саласына жалпы осындай тәжірибелерді қолданып көру деген сияқты. Ойларыңызда, жоспарларыңызда жоқ па? Бар, негізі енді бірден болмайды ғой, дегенмен де жай осы практика жүзінде, теория жүзінде бірте-бірте еніп келе жатыр ғой негізі. Өйткені ол кісілердің де көмектескісі келеді шынында. Біздің қатарымызға келіп, кәдімгі өзінің мақсатын айтқан кезде, кәдімгі жас балалардың ойлаған ойын айтқан кезде, үлкен түйген ақылдарын айтқан кезде шынымен де ішің жылып қалады. Өзіңмен бірге осы қатарласып, үлкен кісілермен бірге бірлесіп, үлкен жұмыстар атқарып жатқан кезде. Енді болашақта енді ойлаймын, осы биыл арнайы атау беріп, волонтерлар жылды енгізгеннен кейін осы волонтерлыққа деген қоғамда енді шынымен де әлі бір көзқарас бар. Волонтер дегенде жаңағыдай форумда жүретін, болмаса кепке киіп алып, ұрандатып, алаулатып, жалаулатып, жаңағы жүрген жерін шулатып жүретін сондай бір тобыр елестейді. Бірақ негізі волонтер дегеніміз бұл қоғамның нағыз жанашырлары, қоғамның нағыз көмекшілері деп толықтай айтуға болады. Ол ақысы жұмыс жасайды, жасап жатқан дүниесі бір қоғамға пайдасы тиетіндей жұмыс, және үшіншісі бұл жасап жатқан дүниесі өзінің мәжбүрлеуінсіз, ешкім мәжбүрлеуінсіз, өзінің еркімен жасалып жатқан жұмыстар. Сондықтан да біздің қазір таңда бұндай нәрселер керек деп ойлаймын. Бәрекелді, көп рахмет, Әлішер. Азғантай болса да бізге келіп сұхбат беріп, пікір білдіріп ой бөліскенге. Енді біздің Атырау таңы бағдарламасының көрермендеріне таңғы тілегің болса. Баршаңызға сәттілік, осы бастап жатқан күндеріңізге, алып жатқан жұмыстарыңызға, қызметтеріңізге үлкен табыс тілейміз. Енді айтып жүрем, ылғи мен Ақтөбеден кейінгі екінші сүйікті қалам, ыстық қалам осы Атырау. Сондықтан да Атырау елі сіздерге үлкен рахмет. Осындай қонақжайлықтарыңыздан таймаңыздар. Бәрекелді. Сізге де көп рахмет. Осы жасап жатқан işlerіңіз берекелі болсын, табысты болсын деп тілек білдіреміз. Рахмет. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды одан әрмен жалғастыратын боламыз. Арнадан ауыспаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.